сәлеметсіздер ме, құрметті тыңдармандар? Каналға қош келдіңіздер. Каналды қолдап, тіркеліп, пікір қалдыра отырыңыздар. Өмірден алынған оқиғалар. Ностальгия. Жақында ағамның үйіне қонаққа бармақшы болдым. Үйіндегі егіз кішкентай балаларына ұл мен қыз. Құрғыл бармайын деп ойыншық сататын дүкенге бардым. Шіркін, қазір рахат екен ғой, кішкентай балалар тұрмақ әп-әйдік ересек болсам да өзім қызығып кеттім. Сөредегі ойыншықтарды көріп көзім жайнап кетті. Трансформері, робокоп, человек-паук, түрлі қару-жарақ, көліктің неше атасы тұр. Қыз балаларға арналған қуыршақтардың өзі тірі секілді көрінеді. Ойыншықтардың көптігінен қайсысын таңдарын білмей басым қатты. Еріксіз өз балалық шағым есіме түсіп кетті. Біз қалай ойнадық, бір сәтке ойланып тұрып қалдым. Енді асық, ақсүйек ойнап, алтыбақан тептім деп өтірік айтпай-ақ қояйын, бірақ ләңгінің шебері болдық. Көрші көлемнен қорғасын сұрап, оны балқытып құйып, дойбының фарфор ыдысына бір жеткізіп, екі жерден тесеміз. Қорадағы ілулі тұрған қой терісінен үйдегілерге білдіртпей бір шөкімін кесіп, әлгі дайын домалақ қорғасының екі тесігінен мыс сымды терден өткізіп, бір-біріне бекітіп, ләңгі деген ойын құралын жасаймыз. Бір өкініштісі, аяқ киімің жебірі боласың. Ал оның азартын айтсаңшы, майыс, люра, чиканка ойнадық. Сыра шөлмегінің темір қаңылтыр қақпағын ішке қарай майыстыра қағып, бірінің үстіне бірін жинай, алыстан петкамен тас не темірден болады. Көлемі алақандай тартып жібересің. Қайсысы төңкеріле түссе, ол сенің олжаң. Жаздың күні есік алдындағы бақшада сол әңгеліктер бар, бірақ жұрттікі тәтті ма білмедім, көрші үйлердің қорасына әңгелік ұрлауға түсетінбіз. Түнімен даладағы жарыққа жиналған бұзаубас қара шегіртке неше түрлі құрттарды теріп жинап қоямын. Масаханада ұйықтап, бос торғай шырылдағанда тұрып, апамның дайындаған ашытпа көжесін роял деген 1 литрлік арақтың шыны ыдысына құйып, бөтелкенің сыртына арнайы киіз қаптаймыз. Оны ығалдап қоямыз. Біразға дейін салқындатып сақтайды. Ол кезде қазіргідей пластмасса бөтелкелер аз болды ма, әйтеуір көп қолға түсе бермейтін. Сөйтіп қармақ, нан, анау-мынауымызды арқалап балыққа баратынбыз. Түске таман сағалдырғанан қамыспен өткізген бір тізбек балық әкелемін. Оны өзім ашып тазалаймын. Қыстың күні отын жарып отырып, хоккейдің клюшкасын ұқсайтын ағаш кездессе, оны әдемілеп, бұтарлап, жаңқалап қоятын едік. Әбден дайын болған соң қораның бір қуысына тығып қоямын. Әйтпесе ағаң не көрші көлемнің балалары ұрлап кетеді. Шайба жоқ болса, сол шайбаның көлеміндей сиырдың қатқан тезегі жарай береді. Бір ойынға шыдаса қуанамыз. Сіздерде де болды ма? Қайдам, біздің өңірдің топырағы сор, кебір болғандықтан жаздың күндері жердің жұмсақ бетіне кішкене ұйықтар пайда болады. Воронка секілді. Ол ғұлы-ғұлының іні. Мүмкін диалект шығар, бірақ біз солай айтамыз. Сол інге құмырсқаны салып жіберсең, топырақты шайып, жемтігін күткен әлгі жәндік атып шығады. Шағып алады да деген қорқыныш болмайды сонда. Дереу ұстап алып, жалаңаяқ табанының өкшесіне езіп жағып жібересің. Солай істесең желаяқ болып қатты жүгіресің деген түсінік қалыптасқан. Әлі уақытқа дейін сол жәндіктің атын білмеймін. Қара мен қызыл құмырсқаны төбелестіресің, жылан мен кірпіні төбелестіресің, көрші үйдің қоразы мен өзіңнің әтешіңді төбелестіресің, қой кезекті күтіп алып қошқарыңды сүзістіресің, ауыл аймақтың барлық мен деген иттерімен өз итіңді төбелестіресің, жеңіліп қалса иттің егесімен өзің төбелесесің. Қызықты балалық шақ деген сол екен ғой. Аптасына бір рет газет, журнал келеді. Газеттің соңғы бетінде апталық теледидар арнасының бағдарламалары болады. Сенбі және жексенбіде қандай кинолар болады екен деп үңілемін. Өзі бар болғаны 3-ақ канал: Орты, Хабар, Қазақстан. Сол кездегі фильмдердегі 2-3 актер: Ван Дам, Шварценеггер, Брюс Ли. Газеттегі болатын кинолардың астын ручкамен сызып, теледидар үстіне қабырғаға шегеге ілулі қоюшы едік қой. Жарықтық. Сосын сенбіге дейін сол киноны көру үшін көптеп отын жарып, малдың астын алып, қораны тазалап, үй ішінде кішігірім абырой жинайсың. Ол кездегі теледидардың қазіргідей пульті жоқ. Быдығыдық деп соңға солға бұрып керек арнамызды іздеп тауып аламыз. Антеннаны айтсай, далаға шығасың да спутникті іздеп айдай шыр айналдыра темір трубаны бұрасың келіп, терезені ұрып болды ма деп сұрайсың. Олар асып кеттің, сәл кейін бұршы деп тұрғаны.
Үйде үлкен айна бар, сол айнаның алдында үйде ешкім болмаған күндері тұрып, бұтты ағаңның қалған тізесі ау жамалған ескі трико брюслей еліктеп, я деп қисық аяғымызды көтеруші едік. Сол кездегі ең қорқыныш ужас киномыз «Всадник без головы». Ең қорқынышты сөз ол ағаларымның осыдан мақан-пақандар кетсін көресің деген жыныңды қағып алады. Жігіт ау, таңдап болдың ба, қандай ойыншық іздедің? Иә, міне қазір 3 жасар ұл мен қызға қандай ойыншық алуға болады? Ұлға машина ал, міне пультпен жүреді, қызға қуыршақ ал, ортасына бассаң ән айтады. Онда мыналарды алайын, резеңке, есек пен мамық қонжықты таңдадым, құшақтай дүкеннен шығып бара жатырмын. Каналға тіркеліп, өз пікіріңізді қалдыра кетіңіздер. Сау болыңыздар.